тәкаппарлығының себебінен кәпір болды. Біреуге мысалы дейік, ең қарапайым нәрсе, әсіресе бұл көп адамдарда жолығады. Жан досы, немесе әйелі, немесе баласы, тіпті күйеуі өзінің жанындағы адамға намаз оқысай десе, бірінші орында оған қарсы болатын көкіректік. Тәкаппарлық. Ең бірінші ұстап қалатын нәрсе тәкаппарлық. Әйелім маған намаз оқы деп жатыр. Сөйтеді де кейбіреулер айтады, қатын дейді. Күнәһар адамдар намаз оқиды дейді, мен тап-тазамын дейді. Сен күнәһарсың дейді. Әйелдің бәрі күнәһар. Сондықтан сендер оқи беріңдер дейді. Мен тап-тазамын, аппақ, мен сендер бағып жүрмін мен. Өтірік дейінші, сондай адам жоқ дейінші. Жетеді. Немесе біреулер бар. Күйеуі келіп өзінің әйеліне айтады. Намаз оқышы десе, кеше ғана арақ ішіп жүремін ғой. Қойшы соны айта бермей. Бірінші орында тәкаппар.